Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз баған түрінде қосуды аламыз. 3 таңбалы санды 1 санға, 3 таңбалы санды 2 санға, 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға қосуды үйренеміз баған түрінде. Бірінші 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға қосуды үйренеміз. Бұл жерде бірліктен бастаймыз. Бізде мынау бірлік, ондық және жүздік. Енді бірлікке қосамыз. 8-ге 8-ді қосамыз 16. 16-ның балалар тек бірлігі ғана түседі. 6-сы түседі, бірі ойымызда тұрады. Ойымызда сақтаймыз. Енді бірге біздің ойдағы санымыз бірге қосамыз 2. 5-тің өзі түседі. Сонда біздің 518-ге 8 қоссаң 526 болады екен. Енді 3 таңбалы санды 2 таңбалы санға қосамыз. Тағы да ең бірінші біз бірліктерінен бастаймыз. 6-ға 6-ны қосамыз 12. Балалар 12-ның бірлігі жазылады. Ондығы ойда болады 10. 2-ні жазамыз. Бірі ойымызда. Енді 5-ге 1-ді қосамыз 6. Ойдағы санмен 6-ға 1-ді қосамыз 7 болады екен. Енді мына 4-іміздің өзі түседі. Сонда бізде 556-ға қосамыз 16-ны 472 болады екен. Және де сол сияқты 3 таңбалы санға 3 таңбалы санды қосамыз. Есікте сақтаймыз, артқы бірліктен бастаймыз. Тағы да 5-ге 6-ны қосамыз 11. 11-дің балалар тек қана 2 таңбалы санның артқы сандағы бірлігін ғана жазамыз. 1-ді жазамыз, 1 ойымызда тұрады. 8-ге 8-ді қосамыз 16. 16-ға 1-ді қосамыз ойдағыны 17. Тағы да 17 санының 7-сі түседі бірлігі. 1-і ойымызда қалады. Мынаны тастаймыз. Енді 4-ге 2-ні қосамыз 6. Ойдағымен 7 болады екен. 6-ға 1-ді қосқанда 7. Сонда біздің 485-ге 286-ны қосқанда 771 шығады екен.